Детектив уйдырып 5 инсанны апске ташлағанлар. Ахмеджеттан ишгалчилер махкемесі Артем ве Георгий Азатян, Роман Соломка, Владимир Злоба ве Артур Тарчанянны декабрьнан 8-не қадар апске алды. ФСБ уларнан Керич көпірі патламасына алақасы бар дей. Бұл инсанлар апске ташланмаса аққанда рус тешвиқатчылары хабер етті. Ама тұтылғанларынан ичбір ресіміні көстермеділер. Кеченлері Русиянан ФСБ-сы Керич көпірінде патлама yapılmasına alakası olған 12 insanını belgilep olғанını kaydetті. Олар арасында Русия, Ermenistan ve Ukrayna vatandaşları. ФСБ версиясына көре патлайжы 22 тоннаны тешкіл еткен 22 палет пленка арасында сақланған. Санкедерсін бұйықны Одесса портындан Бұлғаристан ve Гурджистанны кечіп Ermenistanға алып барғанлар. Ишгалчилер қайдеткеніне көре бұл операцияны Украина баш истихбарат идаресінің yolbaşçısı Кирилл Буданов тешкіл етіп контроль алтында тұтқан. Ама руслар бұл даваны фальсификациялар esasında тетқиқ ете. Патлаған веринген ресімлері айдынлатылған юк машиналары фарқлана. Көпір янында тапылған Украин паспорты сақтедір. ФСБ хадемлері ишғал етілген Мелитополь живарында рус арбилеріне инсанларына тінтмеге ярдым етмек үшін келген. Баш штабның мәліметіне көре Энергодарда Запорижье атом электростанциясы территориясында рус арбилерінің сайысы артқан. Руслар станцияны база оларақ құлланып анда сақлана, чөнки Украин арбилері анда атмай жағыны білелер. Ең керген вазиет Бахмут живарында қалмақта. Ишгалчилер шеерінің Женебі ве шарқындан басмаға тырыша, ама Украины майжилерінің қаршылығынен чатышмақта. Ишгалчилерінің Херсон вилиетінде қаршы үжім кечірме интылығы бошын алды. Баштапта хабер еткенлеріне көре, ишгалчилер өз ғайыпларына үжіретлі аскерлеріле толдырмаға тырыша. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим близько 400 бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України. Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю призупинено відправку відмобілізованих до навчальних центрів Збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. Телеграм чақыжынан шикееті еле полис тарамасы. Сабадан ишгалчилер Каризде яшаған сабық сияси мабус Асан Чапухнан евіне сұрып кірді. Қырым бірдемлігі хабер еткеніне көре апайы Асия Чапух тұтылған. Адлиеже Рустем Камилев хабер еткеніне көре қадынны Алупкадаки полис бөлігіне алып барып, Санкедерсін рус ордосына итибардан тұшырып, ярамазлық япты деп, оңа қаршы мемори протокол тізгенлер. Кеченлері 8 елдан берлі рус ишгалчилеріне қызмет еткен блогер Талипов өз телеграм каналында Чапухлар хорантасына ачық айдын қорқозывлар язған еді. Санкедерсін Асан Чапухнан ресіміні құлланған Facebook қоланычыларындан бірі Путинны ақаретлеп Украина ордосына қол тұтқан. Талипов өз язысыны товарищ майор белки бұл рупорының ағзыны қапатмақ керек деп язды. Ақшамға яқан Асия Чапухны Ялтанын ишгалчилер махкемесіне алып кеттілер. Там қарарда белді дегел. Сіз келечек несіллерінің азатлығы ве мұстақылығы үшін күрешесіңіз. Бойлы сөздерінен Украина президенті арбилеріні Украина имайджілері күнінен қайырлады. Сабадан Володимир Зеленский Михайлов кілсесі янында, Қараманлар дивары янында иләк олған имайджілерін аңды. Президент қайдеткеніне көре октябрінің 14-інде біз кечміште Украина үшін күрешкенлеріні вешімді күрешкенлерге минедарлық білдіреміз. Девлет елбашысы қайдеткеніне көре имайджілерімізге бұтын девлет қол тұта ве олар шымды тарихны доғры тарафқа чевіре. За тобою ж українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою воїни в окопі. Вся наша держава, все, що у нас є і так дорого для нас. Я знаю, що ти впевнений, і ми зробимо все, щоб посилити твою впевненість. Я знаю, що ти наближаєш перемогу, як тільки можеш, і ми зробимо все, щоб її прискорити. Ми
Всі. Мільйони і мільйони. Великий народ великої країни. Украина арби ховетлеринен команданы Валерий Залужный кайд еткенне көре Украина озыны айыт олған топрақларына азат ете ве бізні кімсе тоқтатмаз. Генерал айтқанына көре украинлер қышта русларынан көчлі ұжымына даянып, еңілмес рус ордусы аққанда Евсанияны дармадағын етті. Вітаю зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні!